Ассалаумағалейкум көпшілік. Біздің осы ютубтағы Дүбірлі көш каналына қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге шетелден көшіп келген қандастарға Қазақстанның солтүстігіндегі 5 өңірден берілген сан, яғни квота санын жариялаймыз. Биыл 2022 жылы шет елден көшіп келген қандастарға бөлінген квота саны 1499 адам. Бұның ішінде облыстарға бөлінген сан: бірінші Павлодар облысына 800 адам, екінші Қостанай облысына 150 адам, үшінші Ақмола облысына 258 адам, төртінші Шығыс Қазақстан облысына 162 адам, бесінші Солтүстік Қазақстан облысына 129 адам. Енді көшіп келушілерге мемлекет тарапынан көмек көрсетіледі. Яғни көші-қон ақысы, уақыттық тұрғын үй жалдау ақысы. Әрбір жан санына қарай 200 мың теңге мөлшерінде жәрдемақы. Сондай-ақ жаңа салынған үйлерге тұрақтап тұруға болады. Көшіп келген соң тапсыруға тиісті құжаттар: бірінші, қандастың және оның отбасының мүшелерінің жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі. Екінші, ықтияр хат көшірмесі. Үшінші, өтініш берушінің тұрақты мүлігі бар яки жоқ екендігін анықтайтын анықтама. Міне осы 3 түрлі құжатты тапсыру тиіс. Біздің Дүбірлі көш каналымызға жазылып алыңыздар. Пікір жазып қалдырыңыздар. Сұрайтын сұрақтарыңыз болса, уақытында жауап беретін боламыз. Келесі санда көріскенше сау саламат болыңыздар.